Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет балалар сүйіп жейтін оладьин жасайтын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мінекей. Алдымен екі жұмыртқамызды жарып аламыз. Дәл осы мен видеомдағыдай жасасаңыздар, керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Кішкене тұз себеміз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Миксер болса миксермен араластырсаңыздар да болады. Бізде бүгін себет болмай қалғандықтан мен миксермен араластырған жоқпын. Мінекей айранымызға соды қосып жақсылап ашытып аламыз. Өзі быжы етіп кәдімгідей андай эффект не береді, ашыған түр береді. Сол кезде құятын боламыз. Айранымызды жақсылап қозғап. Сосын шетінен құйып, құмшекер саламыз 3 қасықтай. Сіздер тәтті болмай қойсын десеңіздер, тұз қосып жасай берсеңіздер болады. Мен балаларға жасағаным үшін құмшекер қосып жасағанды жақсы көреді балалар. Сол үшін құмшекер салдым. Және ұнымызға разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай шетінен салып араластырып аламыз. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, подписацияны басып кетсеңіздер болады. Ұнымызды шетінен салып, іртігі кеткенше жақсылап араластыратын боламыз. Өте керемет болып шығады. Мен балаларыма обедке осыны жасап бердім. Сабаққа тез жеп кеткенге өте ыңғайлы. Майымызды құйып аламыз. Майымыз қызған соң шетінен құйып шығатын боламыз. Осылай енді майымызды құйып болған соң шетінен құятын боламыз. Осынай дөңгелек етіп құямыз. Қалындау болса үстінен басып қойсаңыздар шығарады. Келесісін құямыз. Осылай оң аяғы ешқандай қиындығы жоқ. Арғы беті пісті. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де балаларыңызға жасап берсеңіздер, келесіде тағы да сұрайтын болады. Толық рецептісін описанияға жазып кететін боламын. Ол жерден қарап, мен видеома қарап, жасап берсеңіздер, сіздердікі өте күшті болып шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тіске басар, өте балаларға жақсы. Сабаққа жеп кеткенге өте дәмді. Осылай піскенін бәрін бөлек ыдысқа алып, қайтадан осылай құйып шығатын боламыз. Дөңгелек етіп құйсаңыздар, өте күшті болып шығады. Осылай ашыған айрандар үйде қалып кететін болса, осындай тез оладьин жасап жібереміз. Өте дәмді, әрі айранымызды тастамаймыз. Осылай балаларға жасап берсеңіздер, жеп қояды. Мен әрдайым балаларыма осылай жасап беремін. Осылай барлығын сап-сары етіп пісіріп аламыз. Дайын болды. Керемет жұп-жұмсақ болып шықты. Ас болсын.